29 сәуір 2022 жылы таңғы сағат 9:29-да 56 жастағы Вики Уайт, полиция қызметкері, түзету мекемесіне келіп қылмыскерді көлікке отырғызып алып кетеді. Содан кейін болған жағдайдан әріптестері ғана емес, туыстары және бүкіл Алабама штатының адамдары қатты таңғалды. Сіздермен бірге Fortress of History каналға жазылып, лайк басып, жайғаса беріңіз. Ал біз бастаймыз. 2000 жылдардың басында Вики Сью Дэвис Томми Уайтқа тұрмысқа шыққан. Оларда бала болмады. 5 жылдан кейін ол Томми Уайттан ажырасты. Күйеуінің ішкіштігіне байланысты. Шамамен 40 жасында ол жергілікті полиция органына жұмысқа тұрды. Ол жұмысқа кіргеннен бастап қатты жұмысқа салынды. Ол жұмысын жақсы атқарды. 16 жыл полицияда жақсы қызмет көрсеткен Вики Уайт соңында қылмыскерлерді түзету орталығының директордың көмекшісі болды. Вики Уайт 16 жыл ішінде бір қателігі болмаған, қызметін жақсы орындаған, жауапкершілігі мол қызметкерлердің бірі болып есептеледі. Оны әріптестері мықты қызметкер ретінде таныды және сыйлады. Ал соңғы 8 жылда ол 4 марапатқа ие болған. Ең жақсы қызметкер деген. 2022 жылы көктем мезгілінде ол 5-ші рет марапатқа ие болады. Рәсімдеу рәсімі мамыр айының басында болу керек еді. 2022 жылы наурыздың соңына қарай Вики Уайт өз үйін сатып, анасының үйіне көшкен еді. 29 сәуір Вики Уайт таңертең сағат 9:29-ға жұмысқа келіп, қылмыскерді көлікке отырғызып, әріптестеріне ол қылмыскерді медициналық тексеруге апаратынын айтып, өзі кеш келетінін айтты. Көлікке отырғызған қылмыскердің есімі Кейси Уайт еді. Ол Вики Уайтпен туыстығы жоқ, жай ғана тегі ұқсас еді. 38 жасар Кейси Уайт 2015 жылы түрмеге түскен. Ол Алабама штатының тұрғыны 55 жасар Кони Риджвейдің үйіне кіріп тонап пышақтап өлтірген. Сол үшін ол сотталған еді. Бұл екеуі көлікке отырып жолға шыққаннан кейін жоғалып кетті. 6 сағат өткеннен кейін полиция іздестіру бастады. Шерифтің айтуы бойынша Вики Уайт жұмысын өте тиянақты істеген және жауапкершілігі бар қызметкер еді. Қылмыскермен қашып кетуі мүмкін емес, оған бірдеме болғанын айтты. Және Вики Уайт осығанға дейін зейнетке шыққысы келетінін айтқан екен. Зейнетке шығуға да құжаттарын тапсырып қойған. Викидің анасы да білмеді қызының қайда екендігін. Вики Уайт сол күні қылмыскерді медициналық тексеруге апаратын полиция қызметкерлерін жұмыстан босатқан екен. Вики Уайт қылмыскерді медициналық тексеруге апармағаны да мәлім болды. Және кейбір ақпараттар бойынша Кейси мен Вики Уайт соңғы 2 жыл махаббаттық қарым-қатынаста болған екен. Шериф және әріптестері неге сонша жауапкершілігі бар қызметкер осындай іске барғанын олар түсінбеді. 1 мамыр. Іздестіру барысында полиция Вики Уайт туралы көп ақпарат жинады. Қашуға бір күн қалған кезде Вики Уайт Ford автокөлігін сатып алған екен. Ол көлігін жұмысынан 6 шақырым жерде көлік тұрағына қойған. Кейін Кейси Уайтты түрмеден алып шыққан кезде ол сол автотұраққа барып Ford көлігіне отырып Кейсидің киімін ауыстырған. Және Вики өзіне бірнеше жасанды қара шаш алған екен. Бірнеше апта бұрын ол өз үйін $95,500 сатқан. Негізі ол үйдің орташа бағасы $235,000 еді. Асығу себебі осы еді. Ол үйді сатып, ақшаның бір бөлігіне Ford көлігін алған. Бірнеше қару сатып алған. Полиция бұл екеуін жаңалықтарда, ғаламторда іздеу салды. 4 мамыр. Индиана штаты Эвансвилл қаласынан автокөлік жуу орталығындағы менеджер полицияға қоңырау шалды.
Көлік жуу орталығында көк Ford F-150 пикап автокөлігі біреу қалдырып кеткені туралы хабар берді. Бейне камераларда Кейси Уайтты көрген. Басында кепка, ақшыл қоңыр киімде болған, денесінде жиде. Полиция сол жерге барып, машинаның ішін қарастырды. Вики және Кейси Уайт сатып алған Ford автокөлігі жолда бұзылған соң, олар басқа Ford F-150 көлігін алып, ақштың шекарасын өтуге амал еткен. Олар осы көлікті де тастап, басқа Кадиллак көлігіне отырып кеткен. 9 мамыр. Полицияға бір адам хабарласып, полиция іздестіріп жүрген Кадиллак автокөлігі әлі сол Эвансвилл қаласында мотельдің алдында тұрғанын айтты. Полиция қызметкерлері жылдам сол мотельге келген кезде, олар Кейси мен жасанды шаш киген Вики Уайтты мотельден шығып машинаға отырып жатқанын көрген. Кейін олар машинамен қашқан кезде 6 полиция автокөлігі қуалап 3 шақырым жер жүрген. Бір кезде бір полиция көлігі олардың көлігін соғып аударған. Полициялар көліктен Кейси Уайтты шығарды, ал Вики Уайт болса қайтыс болған. Оның қолынан тапанша тапқан. Көлікті полиция соққан кезде Вики өзін атып өлтірген. 16 жыл жұмысын керемет атқарған Вики Уайт өз өмірін осылай аяқтады, ал Кейси Уайтты қайта түрмеге жапқан.